Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 10. Жүзу спорты. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаңдар. Суда жүзе білу өмірге өте қажет. Адам баласы ерте заманнан бері суда жүзумен айналысып келеді. Жаздың қапырық ыстық күндерінде адамдар жүздеп мыңдап жағажайларға, өзен-көлдердің, теңіздердің жағаларына жиналады. Судың жағасындағы таза, салқын ауа, күннің сәулесі, өсімдіктер дүниесі денсаулыққа өте пайдалы. Әрине, мұның бәрі жақсы жүзе білетін адамдарды ерекше рахаттандырады. Суға секіру, су шаңғысы, желкенді спорт, есу спорты, суда жүзу сияқты спорт түрлерінде жетістіктерге жету үшін жүзумен тыңғылықты айналысу керек. Суда жүзудің мынадай спорттық әдіс-тәсілдері бар. Кроль, еркін жүзу, етпеттеп және шалқалап. Брас, қол мен аяқты екі жаққа қарай сермеу арқылы жүзу. Баттерфляй, екі қолды иықтан сермеп жүзу және екі аяқпен бірдей қозғалыс жасау. Спорттық жүзудің осы түрлерімен шұғылданатын адамдар халықаралық жарыстарда ел намысын қорғай алады. Шомылу және жүзу дене мүшелерін сыртқы температура әсерінен, салқыннан пайда болатын аурулардан сақтап төзімді болуға тәрбиелейді. Өзен-көлдерде жүзу, күннің шуағы мен таза ауа адам денесіне күшті әсерін тигізеді. Судың ішінде адам салмақсыз болатындықтан денеге көп күш түспейді. Омыртқа жотасы созылады, бұлшықет талшықтары ұзарады. Соның әсерінен адам тұлғасы сымбаттанып, қимыл қозғалысы еркінде әсем көрінеді. Олай болса, суда жүзу адамның денсаулығын нығайтады, сонымен қатар денесін шынықтыруға көмектеседі. Мәтіндегі негізгі ақпарат: суда жүзе білуі өмірге өте қажет. Қосымша ақпарат: адам баласы ерте заманнан бері суда жүзіп келеді. Екінші тапсырма жазылым. Мәтін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құрыңдар. Бірінші, суда жүзе білу өмірге өте қажет. Екінші, судағы спорт түрлері. Үшінші, шомылу денені шынықтырады. Төртінші, судың адам денсаулығына пайдасы. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі етіс түрлерін ажыратыңдар. Рахаттандырады өзгелік етіс, шұғылданатын өздік етіс, тигізеді өзгелік етіс, созылады ырықсыз етіс, көрінеді өздік етіс. Төртінші тапсырма. Суретпен танысыңдар. Кубизм әдісін пайдаланып жүзу спорты тақырыбында сұхбаттасыңдар. Суретте спортшылар бейнесі, салыстыр басқа спорт түрлерімен салыстырыңдар. Болжа, елімізде осы спорт түрінің болашағы қандай болмақ? Талда, жүзу спорты түрлерін талдаңдар. Жарияла, жүзудің пайдасы. Қорытындыла, спорт денсаулық кепілі. Суретте, суда жүзгенде адам денесі онша салмақ түспейді. Сондықтан омыртқа жотасы созылып, бұлшықеттер ұзарады. Соның әсерінен суда жүзетін спортшылар бейнесі әсем болып келеді. Салыстыр. Жүзу спорты басқа да спорт түрлеріне қарағанда ерекше. Адам суда жүзгенде денені ерекше бір рахат сезім билейді. Суда өзіңді еркін, жеңіл сезінесің. Мысалы, суда жүзу мен ұзақтыққа жүгіруді салыстырайық. Суда жүзгенде бұлшықеттер созылып, денең рахаттанса, ал ұзақтыққа жүгіргенде аяқ бұлшықеттеріне күш түседі. Болжа, Қазақстанда спорттық жарыстарға ерекше көңіл бөлініп отыр. Мемлекет тарапынан жас спортшыларға қолдау көрсетіліп отыр. Сондықтан елімізде келешекте барлық спорт түрлері дами түседі деп ойлаймын. Сондай-ақ адам денсаулығына пайдалы жүзу спортының да болашағы зор болады деген ойдамын. Талда. Жүзу түрлеріне кроль, еңбектеу, жер бауырлап етпеттей жүзу стилі. Брас, қолды судан шығармай, ұзыннан жатқан қалпында қол және аяқпен симметриялы есіп жүзудің түрі. Дельфин немесе баттерфляй, жүзудің техникалық жағынан ең қиындарының және шаршататын түрлерінің бірі. Жарияла, суда жүзу кезінде адамның барлық бұлшықеттері жұмыс жасайды. Суда жүзу омыртқа ауруларының алдын алады, жүрек-қан тамырлар жүйесі қызметінде ретке келтіреді. Сонымен қатар артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Қорытындыла, спорт денсаулық кепілі. Соның ішінде суда жүзу спорты адам денесін шынықтырып, түрлі аурулардың алдын алуға көмектеседі. Спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстанайық. Тапсырма. Спорт туралы алған білімдеріңді инсерт стратегиясы бойынша жазыңдар. Бұрыннан білемін, жаңа ақпарат, менің ойлағаныма қайшы, білгім келеді. Бірінші. Мен жүзу спорты туралы, оның денсаулыққа пайдасы туралы бұрыннан білемін. Екінші. Жүзу спортының түрлері туралы жаңа ақпараттар алдым.
Үшінші, мен жүзу спорты жүрек ауруымен ауыратын науқастарға зиянды деп ойлайтынмын. Төртінші, жүзу спортымен қалай айналысуды білгім келеді. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.